Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін бешбармақтың өзімнің әдісімен қалай пісіретінін көрсететін боламын. Бұл жерде бұжы бар, қазы бар, жылқының еті бар. Мына бұжыны деген өзім жасағанмын. Осылайша етіп көп жасап, тоңазытқышқа салып қоямын. Әр ет асқан кезде бір-бірден салып отырамын. Бұл бұжының рецептісі менің каналымнан көре аласыздар. Бұл ет бір күн тұздалып тұрған ет. Қазыға да бір күн бұрын тұздап, бұрыштап, чесноктап шекке салғанмын. Енді тұзы сіңді деп ойлаймын. Осылайша етіп қазымызды салмай тұрып алдын ала осылай тесіп аламыз, ішіндегі ауаларын шығарып. Ал толық қазымызды тестік, бұжымызды да тесіп аламыз. Әлі бұл бұжым қатып тұр. Қазір етімізді осылай салқын суға саламыз. Көріп тұрғанда еттің бәрін толық қазанға салды, қайнағанын күтеміз. Міне қайнады. Енді бетіне шыққан көбіктерін осылай сүзгімен алып, асын баяу отта етімізді пісіретін боламыз. Етіміздің маңызы шығып қайнап жатыр. Ендігіде помидор осылай болгар бұрышынан көбіректей салып, жуамызды салып, тағы да қайнататын боламыз. Өте дәмді болып шығады етіміз. Келесіде үлкендеу бір морковты ортасына бөліп осылай салдым. Енді әрі қарай тағы да етімізді қайнатамыз. Қазымызды деу сорпаға салған кезде бір тесіп, бұжымызды тесіп аламыз. Ішінен толық ауасы шығу керек. Енді картошкамызды салып жатырмын. Әркім өзі қалауы. Ұнатпайтындар салмаса да болады. Енді бұл бешбармақты қалай асылатын, қалай пісіретін білмейтін қазақ жоқ шығар. Мен өз әдісімді, өз білгенімді сіздермен бөлісіп отырғаным бар. Толық етіміз пісті. Оны сорпасынан осылай сүзіп аламыз. Бір 3 сағаттай пісірдім бұл етті. Өте майлы болып кеткен екен. Майларын бөлек бұлай сүзіп алдым. Мына қалған майларын бетіне қалдырдым. Бұл енді тұздығына. Енді тұздығына осылай бетіндегі қалған майын аламыз. Бір жуаны турап, ішіне құйып саламыз. Тұздығын осылай ыссы сорпаға құйып алып қоямын, астын қайнатпай. Мынау қамырымызды 2 жұмыртқа және ыссы сорпаға еледім, қатты қылып. Өте езілмей жақсы шығады. Бұл жоғарғы сұрыптағы ұн. Видеоға түсірем деп ұмытып кеттім. Осылай ауызша сіздерге айтып жатырмын. Кішкене тұз салып жібердім. Енді қазір сорпаға қамырын салатын боламыз.
осылайша етіп қамырын саламыз. Қамырымыз жақсылап қайнап жатыр. Көбігі басылғанша қайнатамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай қамырым езілмей өте әдемі болып түсті. Енді бұл жерде ыссы сорпаға және жұмыртқа салып қатты қылып елесеңіздер, сіздердікі де осылай болады. Толық еттеріміздің бәрін турап алдым. Енді бетіне дайын тұрған тұздығымызды құямыз. Ал достар, міне бешбармағымыз дайын. Осы менің видеом сіздерге ұнаса, лайктарыңызды басып, және де комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кеттіңіздер. Және де менің каналымды достарыңызға, ағайындарыңызға жіберіп қойды ұмытпаңыздар. Рахмет менімен бірге болғандарыңызға. Енді алдағы уақытта каналымнан көптеген рецепт тамақтардың, тәттілердің рецептерін салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Рахмет, ас болсын.